Қандар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз ұстаздар жиынтығындағы 3-ші жилетканы тігетін боламыз. Міне лекаламыз бізде осындай детальдардан тұрады. Артқы бой, алдыңғы жан бөлік, алдыңғы бой. Бізде алдыңғы бой екеуі екі түрлі болады. Міне мынау оң жақ, алдыңғы оң жақ деп жазып қойғанмын. Және мынау артқы бойдың подборты, мынау алдыңғы сол жағымыз. Сосын мынау алдыңғы жан бөлік, сол жақтың жан бөлігі. Одан кейін бізде астар бөлігіміз бар. Міне осындай детальдардан тұрады. Мен жилет тігуге осындай милано матасын алдым. Екі бүктеп қойдым. Артқы бойды қойдым ең шетіне, сосын мынау алдыңғы жан бөлікті қойдым. Енді қазір сіздерге түсіндіріп жіберейін. Негізі мынау оң жақтан біреу керек бізге, және сол жақтан біреу керек. Ал екеуінің разницасы міне екеуі бірдей, тек мынау етек жағында разница. Сондықтан мата менде екі бүктеліп тұрғандықтан мен қазір екі детальді бірдей пішіп ала беремін. Сосын біреуінің етегін мынамен бірдей етіп қиып аламын. Мынау оң жақты қалдырамын. Сосын ана жақты сол жаққа туралап қазір кесіп аламыз. Сол жағынан шатаспаймыз. Егер шатасып кетемін десеңіздер, бөлек-бөлек пішіп аласыздар. Міне мен қазір матаның теріс беті маған қарап тұр. Сол себепті сол жағында қарайсыздар. Мына алдыңғы бойдың оң жағынан екеу керек, сол жағынан екеу керек. Себебі мынаны біз подборт есебінде де осыдан пішетін боламыз. Егер мынаны подборт пен астарға бөлек бөлетін болса, мына астардың өзі кішкентай ғана болып қалады. Сол себепті оны бөлмей-ақ осылай бір детальдан алдыңғы бойды да, сосын подбортты да жасап алатын боламыз. Міне сонда бізге екі деталь бір-біріне, біреуі подбортқа, біреуі алдыңғы ойға кетеді. Одан екеу пішеміз, мынадан екеу пішеміз. Біреуі оң жаққа, біреуі сол жаққа кетеді. И артқы бойдан екеу пішіп аламыз. Енді мен осыларды қиып дайындап аламын. Сосын мына бізде ендігі мынау астар матадан пішіледі. Осы негізгі матадан мынау, сосын және алдыңғы бойдың екіншісін пішетін боламыз. Енді мына шетке қойсам, тура ортадан түсіп қалады. Сол себепті мынаны қиып алып, келесі шетін ыңғайлап бүктеп аламын дағыны. Сосын анау детальдарымызды пішіп аламыз қазір. Қандар, қағаздағы вытечканың орнын қиып аламыз дағы, матамызға вытечкаларымызды түсіріп аламыз. Екі бетіне де сразу тікпес бұрын вытечкаларымызды орналастырып алыңыздар. Сосын матаның теріс беті белгілі болу үшін осылай белгі қойып кетіңіздер, а то шатасып қаласыздар. Енді мынау бізде алдыңғы бойда осындай кішкене вытечка сияқты сызығымыз бар. Осыны матаға түсіруіміз қажет. Қазір оны мен сіздерге түсіндіріп жіберейін. Міне мынау алдыңғы бойда теріс беті маған қарап тұр. Екі теріс беті, оң беттері іш жағында тұр. Міне енді мынау оң беті мынау, оң беті мынау. Яғни мынау менің жилеткамның оң жағы. Мынау менде сыртқы беті болады. Ал мынау ішкі беті. Енді мен осы сыртқы бетіне мынау вытечкамды салуым қажет. Ішіне подборт есебінде тұрған детальға оны салмаймыз. Сыртындағы детальға саламыз. Яғни қарап аласыздар. Біреуіне ғана саласыздар. Енді мен мынау деталіміз бізде былай қайырылып тұратын жағы, мына қайырылып тұратын жағы мен оң жаққа қаратқым келіп тұр. Сол себепті мен осыған саламын. Сыртында тұратынға. Енді оның теріс беті міне астыңғы жағында тұр. Ішіне саламыз вытечканы. Сыртқы бетіне тиіспейміз. Міне. Теріс беті. Теріс беті маған қарап тұр. Мына мойын-ойындысы да маған қарап тұрады. Тура осы бетіне орналастырамыз. Міне осылай қағаздан қиып аламыз дағыны. Осы сызықты. Енді қараңыздар, мына жан бөлікті қиып алдық. Мына оң жақтың, оң жақ алдыңғы бой деп тұр, оң жағы. Яғни мынау оң беті маған қарап тұру керек бұның. Бұған тиіспеймін. Мына сол жақ. Мына оң беті маған қарап тұр. Осы сол жағы болады. Яғни осына көріністер ғой, мынау қағазға, матаға егер өзін қойып пішетін болсаңыздар, осылай теріс бетінен қойып пішесіздер. Сол кезде бұл сол жаққа келеді. Міне осылай қоямын дағыны, мынау етегіндегі артық жерін қиып алып тастаймын. Ханымдар, матаның бір шетін бүктеп қойдым. Енді осы біздің ішкі подбортымыздың, артқы бойдың подбортын осылай бүктемей етіп пішіп аламыз. Ханымдар, матаның бір шетіне мына жерін жаңа артқы бойдың несін қиып алдым. Мына ұзындық жетпей қалды маған. Сол себепті мына бір шетін бүктеп алдым дағыны, осы шетін алдыңғы бойды қойдым. Бұдан екі деталь керек, мұны бүктеп қойдым, сол жерден екеуін қиып аламын. Міне пішіп алдық бұның вытечкасын, осы екі детальға да екеуіне де жасаймыз. Қандар, енді мен астар матадан артқы бойдың астарын пішіп аламыз. Осы матаны бүктеп қоямыз, бүктелген жерге осы деталімізді қоямыз. Осыны қиып аламыз, вытечкасын тоже саламыз матаға. Сосын мынау жаңа оң жақтың алдыңғы бойы кішкене ұзындау, осыны қойып
Мен бағанағыдай екеу пішіп ала беремін, сосын соңынан етегін ананыкімен туралап аламын. Міне астарматадан осы артқы ойдың алдыңғы ойдың жан бөлігін осы екі детальді ғана пішіп аламыз. Сонымен келесі видеода тігіп кірісеміз. Ал енді біз жилетімізді тігіп бастаймыз. Міне мынау менде оң жақ вытачкасы бар ішінде, мынау сол жақ. Міне осылай тұрады екеуі. Ішіндегі вытачкаларын тігіп аламыз. Мынау Милано матасы болғаннан кейін мен дублерин жабыстырмадым. Мен жақсы формасын жақсы ұстап тұр. Қатты қалың мата болғасын. Егер жұқа матадан тігетін болсаңыздар, дублерин жабыстырып жібергендеріңіз дұрыс. Вытачкасын тігіп алдық. Енді келесі жақтың вытачкасын тігеміз. Қазір оларды қоя тұрамыз. Мен қазір үтіктеуге барғанда бір аталап үтіктеп шығамыз. Мен мына артқы бойдың вытачкаларын тоже тігіп аламыз. Осы бір басынан бастап тігеміз. Міндетті түрде закрепка жасап отырамыз, вытачкаларды тіккен кезде. Бойдың вытачкаларын тігіп алдық. Енді оң беттеріне беттестіріп, артқы бойдың орта сызығын, орта тігісін қосып аламыз. Содан кейін ол жаңағы тіккен вытачкаларымызды, тігісімізді үтіктеуге барамыз. Тігістің барлығына 1 см қалдырылған, сондықтан тігістің барлығын 1 см қосасыздар. Енді жаңағы алдыңғы бойды артқы бойды алып үтіктейміз. Мына алдыңғы бойдың вытачкасын жоғары қарай үтіктеп, жоғары қарай жатқызып жатырмын. Екі жақты да жоғары қарай жатқызамыз. Артқы бойдың орта тігісін екі шетке қарай ашып үтіктейміз. Вытачканы ішке қарай. Екі вытачканы бір-біріне қарай үтіктейміз. Үтіктеп алдық. Енді біз осыларға жан бөліктерін қосуымыз қажет. Осымен бағана. Мынау сол жақтікі. Сол жақтың жан бөлігі. Оң беттері өзіме қарап тұр. Төменгі жақтан бастасаңыздар да болады, жоғары жақтан бастап тіксеңіздер де болады. 1 см-лік тігіспен осылай екі алдыңғы бойды жан бөліктермен қосып шығамыз. Енді келесі жақтың алдыңғы бойын қосамыз. Жаңағы біз вытачкасын тігіп алған жақ бар ғой, сол жаққа осы екеуін қосамыз. Екеуін иығынан бастап 1 см қосып қосып шығасыздар. Еш қиындығы жоқ. Міне тігіп алдық. Енді осы тігісімізді де екі жаққа қаратып үтіктеп аламыз. Мен бір көрсеттім, енді қайта көрсете бермей қояйын. Сіздер енді үтіктеуді білесіздер деп ойлаймын. Жаңа көрсеткенімдей екі жаққа қарай ашып, екі тігісімізді де үтіктеп аламыз. Енді бұл жилеттің жағасы шалевый жаға, сондықтан қазір бірге тігетін боламыз. Мен мынау иықтарын
қосып аламыз. Жағаға дейін қосамыз. Одан кейін қайындар, мына артқы ойдың мойнынан бізге тігіске 1 сантиметр қалу керек. Сол себепті мына иықтың шетінен 1 сантиметр сәл сыртқа шығарамын. Сосын иықты осылай қазір қиып жібереміз. Сонда тұрған ештеңе жоқ. Осылай алдыңғы ойдың иығын сәл 1 сантиметр шығарып, иықтарын қосып аламыз. Сонда мен өтешка тігілген жерге дейін тігемін, ары қарай тігіске қалдырамын. Мына жаққа 1 сантиметр шығардым, мына жерден 1 сантиметр тігіске қалдырдым. Келесі жақты да тура солай қосып аламыз. Иығын қосып алдық, енді мұны жағаны артқы ойын бір-біріне қосып аламыз. Жағаның ортасын ашып үтіктеп аламыз. Осылай тігісті екі жаққа қарап ашып үтіктейміз. Енді жағаның ортасын, артқы ойдың тура ортасына бірдейлестіріп қоямыз. Сосын осы жерді шегелейміз. Енді мына жаңа біздің артқы ойдан тігіске қалған орнымызбен қатты алып жіберіп, мына жағын сәл босатып жіберейін. Тігіске берілген орнын артқы ойдың мойнын қосып аламыз. Оны видеодан қарап отырып түсінбеулеріңіз мүмкін. Ол жилеттеріңізді алып, тігіп бастаған кезде түсініп аласыздар, жасап отырған кезде. Жағасы. Мынау иық, мынау жағаның тігісі. Көрінісері мұны былай сплошной тігіс болып көрініп тұр бізде. Енді қазір осыны бір примерка жасап көреміз.